Қинайды жүрегімнің сені іздеп жолғаны, есімде ғашық қылған мына мені күлкің әлі. Бақыттың жолы ауыр болған үшін өкінемін, тағдырың жазған болса бар болды да мүмкін әлі. Бүгінгі менің қонағым Айзат. Ассалаумағалейкум, құрметті Мансурдың көрермендері. Кімді үлгі тұтасың, немесе кімге еліктейсің? Әділет Жауғашар, Төреғали Төрәлі, Әбжаппар Ақожа деген ағаларым бар. Соларға еліктеймін. Кейде олар менің осы әнімді орындап берші деп маған айтады. Саған әлі ерте дейтіндер бар ма? Негізі махаббат деген партадан бастап. Көңілді көтер бағдарламасында жүретін қызым бар деп айтып қалдың. Сол рас па? Не деймін? Бұл жерде өтірік айттым. Өтірік айттым? Иә. Тойға ән айтуға шығасың ба? Барасың ба? Қойға? Тойға. Сен қойға дейсіз қалыңға. Қалада бәрі таниды. Фото атайықшы деп. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Мансур. Балалай YouTube жобасына қош келдіңіздер. Бүгінгі менің қонағым Айзат. Қош келдің, Айзат. Қош көрдік. Алдымен өзіңді таныстырып кетсең. Ассалаумағалейкум, құрметті Мансурдың көрермендері. Менің есімім Айзат Айдосұлы. Мен Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шағаш ауылының тумасымын. Қазіргі таңда мұхит мектебінде 5 оқып жатырмын. Мектепте қандайсың, қандай оқушысың? Мен енді айта кетейін, кішкене мектепте тентектігімін, зығырлақпын. Ән айтуды неше жасынан бастадың? Мен ән айтуды 4 жасымнан бастап айттым. 7 жасымда Қаратөбе балалар шығармашылық балдәурен байқауына қатыстым. Одан қалаға жолдама берді. 1-ші орын алдым Қаратөбе ауданынан. Қаладан 2-ші орын алдым. Қазір репертуарында қанша ән бар? Қазіргі таңда ақын ағаларымның жазып берген 10 шақты әні бар. Қазір әлеуметтік желіде жақсы танылып келесің. Танымал болған қалай екен? Танымал болған жақсы. Қалада бәрі таниды. Фото атайықшы деп. Ауылдастарың, класстастарың саған қандай көзқараспен қарайды? Ауылдастарым маған жақсы қарайды. Мақтан етеді. Менің өзім туып өскен жеріме Шағаш деген ән жазып жатырмын жаңадан. Бос уақытында не істейсің? Достарымен көп ойнайсың ба? Бос уақытымда кейде ән саламын, Instagram қараймын, кейде ойнаймын. Достарыңның, туыстарыңның арасында кейде саған махаббат жайлы ән айтпа, олар саған әлі ерте дейтіндер бар ма? Иә, болады кейде. Негізі махаббат деген партадан бастап, менің өзімнің А классында қыз деген әнім бар. Соны үлкен кісілердің әнін айтам кейде. Ол кісілер айтады маған, осы әнімді орындап берші деп. Мен амал жоқ орындап берем. Инстаграмнан сені көре алмайтындар, жаман боқтық сөздер айтатындар, қызғанатындар бола ма? Сондайларға қандай көзқараспен қарайсың, қалай қарайсың? Иә, бар. Ең басында оқығанда кішкене көңіл күйім түсетін еді. Қазір үйрендім. Боқтап жаман пікір айтатын адамдардан мені қолдайтын адамдар көп. Кімді үлгі тұтасың, немесе кімге еліктейсің? Кімге еліктейсің дегенде мен Әділет Жауғашар, Төреғали Төрәлі, Әбжаппар Ақожа деген ағаларым бар. Соларға еліктеймін. Кейде олар менің осы әнімді орындап берші деп маған айтады. Қазіргі таңда Instagram парақшамда сол кісілердің әндерін орындап жүрмін. Сені қолдап жүрген ағаларың көп екенін білеміз. Сол ағаларының үмітін ақтап жүрсің бе? Иә, ақтаймын. Сол ағаларың саған қандай кеңестер берді? Маған тоқтама, осылай ән айта бер. Барынша қолдаймыз.
сені мақтан етеміз деп маған поднижка береді. Осы жерде ағалардың атын айтып кетсең. Орынбек Меңдіқұл, Дәурен Шамұратов, Райымбек Өтепов, Баха 07, басқа да ағаларым бар. Клип түсіретін ойың бар ма? Менің жақын жерлесім Ерлік деген ағам бар. Сол айтты маған клип түсірейік деп, жалпы ойда бар клип түсіру. Көңілді көтер бағдарламасында жүретін қызым бар деп айтып қалдың. Сол рас па? Не деймін? Ол жерде өтір айттым мен. Өтірік айттым? Иә. Тойға ән айтуға шығасың ба? Барасың ба? Қойға? Тойға. Сен қойға дейсіз қалдың ғой. Қазіргі таңда Орал қаласына, Ақтөбе қаласына, жалпы қалаларға ән айтуға шақыртады мені. Тойда ставка қанша? Мен енді ондай ставка деген қоймаймын. Бергенін алам. Сен сол ақша берген кезде сен отбасыңа бересің бе, әлде өзің жұмсап тексің бе? Керек кезде өзіме де алам, отбасыма да берем. Өзіме костюм тіктіртем, әндер де жазам. Болашақ мақсатың не, әнші болу ма? Болашақ мақсатым менің әнші болу. Үлкен сахналарда концерт беріп, халықтың көзіне көрініп, ән айтқым келеді. Сен орындаған кішкентай қыз деген ән Инстаграмда жақсы танылып келеді. Осы әнді қазір кішкене қысқа нұсқада айтып бере аласың ба? Біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентаймыз, сол үшін жыламай жүр мені ұнатқан кішкентай қыз. Өмірде мұңаймау мен сағынбаудың жолы жалғыз. Кім білсін тағдыр жазса біздер қайта жолығармыз. Қинайды жүрегімнің сені іздеп жолғаны, есімде ғашық қылған мына мені күлкің әлі. Бақыттың жолы ауыр болған үшін өкінемін, тағдырың жазған болса бар болды да мүмкін әлі. Ой, жарайсың. Кеше Инстаграмға Айзатпен сұхбаттасам деп жазып едім. Сұрақ қойыңыздар деп жазып кетіп едім. Сізге осындай сұрақ келіп тұр. Папа мамаң үйленген кезде нешеде болдың? Мен өзі туылған жоқпын ба? Сол жалғыз сұрақ. Мен ол кезде туылған жоқпын. Сен бір сұхбатыңда Дәурен Шамұратов ағаны бажам депсің, неліктен? Неліктен сұраққа дегенге, мен бір Кәусар деген қызбен сөйлесіп жүрдім. Оның апасы бар, соны ол кішкене көздеп қалды. Сосын оны бажа деп ойнап айтып жүрмін. Сенің бір А-классының қыздары деген әнің бар. Соған өзінің классындағы қыздар ренжіп қалмай ма? Жоқ, ренжімейсіңдер ғой деп айтып қоям. Келісіп қойдың ба басында? Иә, келісіп қойдым. Сен компьютерлік ойындар ойнайсың ба? Немесе ұнайма, қайсысын ойнайсың айтып кетсең? Маған көбінесе PlayStation ұнайды. PlayStation? Қандай ойын ең қатты ұнайды? FIFA деген. Футбол ойнайды, футбол. FIFA. Жалпы нешінші версиясы? 2020. Мен осы жерде айта кетейін, Қаратөбе ауданында дене шынықтыру зал деген бар. Соған футбол ойнауға да барам күнде. Айзат, сенің отбасың өнерге жақын ба? Саған бұл өнерді кімнен таралған? Жалпы сол отбасымызбен әншіміз. Атам домбыра тартады, әжем баян тартады, папам ән айтады, көкем ән айтады, қарындасым да ән айтады арасында. Қазіргі таңда барлығы Инстаграмда вайн түсіріп кетті. Сенде саған сондай ұсыныс келсе қалай қарайсың? Мен ондай аржан, ондайлар жақтырмаймын. Мектепте саған ұнайтын және ұнамайтын пәндеріңді айтып кет. Маған ұнамайтын пән орыс тілі, ұнайтын пән математика. Бүгінгі сұхбатқа келісіп, арнайы келгеніңе рахмет. Саған тек қана сәттілік, тек қана алға, биіктерден көріне бер. Мансур, саған да рахмет, сен де биіктерден көріне бер. Осымен Қаратөбенің баласы Айзатпен сұхбатымыз аяқталды.
бізбен бірге болыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркеліңіздер.